Өмір бір болғанымен тағдыр түрлі. Сергелден өмірдің соқтықпалы жолында аяғын шалыс басқан пендені тығырықтан шығарудың түрлі жолы бар бүгінде. Көп жағдайда адам өмірін өзгерту үшін тылсым дүниеден демеу іздейтінін жоққа шығара алмайсыз. Тағдыр мен тылсым күштің бітіспес тайталаса, белгісіз әлемнің беймәлім тұстары, бұрын соңды айтылмаған ақиқат. Алматы қаласы әлеуметтік бейімдеу орталығы. Бұл демалыс орны емес, ауруханаға да ұқсамайды. Оларды іздеушілер аз. Жанашырларынан жырақтаған қамқорлыққа зәру жандардың соңғы үміті осы жерде. Оларды тағдыр тоғыстырған. Бірі қатыгез ұл-қыздың тас бауырлығынан қамқорлықсыз қалса, енді бірі ішкіліктің кесірінен жақындарын жоғалтқан. Әжім торлаған мұңды жүздерінен өкініштің табын аңғару қиын емес. Кімді кінәлайды? Өзім бе, әлде өзгені ме? Ол өздеріне ғана аян. Тұрақты мекен жайы жоқ уақытша баспана саналатын орталықта 486 адам өмір сүруде. Олар азат, жеке басын куәландыратын құжаттары да жоқ. Жылдарға жалғасқан жалғыздық қоғамнан алшақтатқандай. Сондықтан болса керек, елмен, емен жарқын араласуға ықыласты емес. Өмірге өкпелі жандардың көбі осы орталықтан жанына жұбаныш іздейді. Солардың бірі Сәуле Жақсылықова. Өкінішім қатты бар. Енді ешкімді мен кінәлағым келмейді, өзім кінәлімін бәрін. Сәуле Жақсылықова 1974 жылы Алматы облысында туған. 4 баланың анасы, 5 жылдан бері ішкілікке әуес. 2 рет тұрмысқа шығып бағы жанбаған ана бақытын арақтан тапқандай көрінген алғашында. Алдамшы үміт тағы да алдады оны. Олардың маған айтатын Сәуле жаным ішпеші дейді. Арағыңды қойшы, ішпеші деп. Үйге көмектесеміз, өзің білесің, біз ешқашан сенің артыңнан нетіп отырған жоқпыз деп сөйледі. Бауырым сөйлеп, көбінесе ең үлкен бауырым айтады. Өзінің айтуына бойынша бұл Сәуле ішімдікке салынып кеткен. Сол себептен семьясынан ажырап қалған, көше қаңып кетіпті. 8 баланың еркесі боп бой жеткен Сәуледен сәулелі күндер алыстағалы қашан. Өткенін ойласа, етегі жасқа толады. Кейде өмір сүргім деген болды, өмір сүргім келмей. Болды енді. Далада да жаттым. Бірақ ұмытып кеткен балаларды ғана. Ішсем де балалар ойларынан кеткен емес. Жылап талам, кей кезде айқайлап талам. Сол кезде кішкене көңіліме келген тоқтаймын. Оның бұл орталыққа келгеніне көп бола қойған жоқ. Тіпті пысықтығының арқасында осындағы өзі секілді тағдырлас жандармен тіл табысып та үлгерді. Бұл тәтемізде осы қазақ тәте, осы бұл кісінің анам сияқты сөйлесіп, қалыңыз қалай тәте деп сөйлеп, бұл кісінің давлениесі бар. Кішкене несі бар енді. Мына жақтан міне Төт Наташа деген, тоже жақсы кісі. Бамбы Тома деген келіншек, тәтеміз біздің. Түскен кезде Сәуленің жағдайы өте мүшкіл еді. Қазір біздің қызметкерлеріміздің арқасында, еңбектерінің арқасында ол кісі кішкене өз-өзі оңалып келе жатыр. Бұл жерде бәрі бар. Тамақ, киім, жататын жер, медициналық көмек. Тек отбасы жылуы жетіспейді. Бұған кім кінәлі? Шындығы сол тарғыл тағдырды өзі таңдады. Енді көнбеске амал жоқ. Мен дегенді кішкене өтірік алдадым, сол өтірік үшін өзім немді татып жатырмын да. Өмірде өтірік айтпау керек. Сұлулық сырт айналмаған ашаң жүзін ащы су шайып жіберген өңі солғын. Көзінің нұры сөнген. Келешегіне күмәнмен қарайды. Күмәнданбай қайтсын. Сенген серігі Юрий 2 жыл бұрын басқа елге үйленіп кеткен. Ал бауырларынан қайран жоқ. Содан бері далада түнеп, көшеде күн көруді әдетке айналдырды. Бұл жерде
дос деген ол жолдасы, дос деген ол басқа, анда өзің туған ең, жаңында балаларың, анаң, әпкең, ол вообще басқа емес екен. Бүгінгі ғана сезім өзімнің жалғыз екенімді, жанымда ешкім жоқ екен. Сәуле ханымның мінез құлқы тәуелді мінез құлық болып табылады. Өзінің өмірін өзінің қолына алудан жауапкершіліктен қашу, өзінен өзі қашу, өз балаларының тәрбиелеуден қашу. Орталыққа келгелі Сәуле бұрынғыдай емес, шөлмекке деген қызығушылығы бәсеңдей түскен. Есесіне мазасыз ойлар тыным бермейді. Бірақ ол жан күйзелісімен күресудің де жолын тапқан. Ты же помогаешь, помогаешь. Помогай. Все, не плачьте. Не надо плакать. Откуда знаю, хоть вы перебрались, а то сейчас... Это бабка. Она от меня воняет и думает, что это от меня воняет. Кейде бұл да шерлі жүрекке жұбаныш бола алмай. Кім білген, күні ертең осы қариялардың орнында өзі болар. Бәрі мүмкін. Қорқам, әпкем айтады, Сәуле осы не жүрген жоқ одан қайта. Сол балаларды өткенде сызаң артық деп әпкем сүй деп, солардың да сөздері келді. Соның бәрі жүрекке тиеді екен. Шуақты күн Сәуле үшін жақсылықтың жаршасындай. Себебі бүгін оның туған күні. Тағы да мағынасыз өткен бір жыл. Жалғыздықпен өткен күндер, ешкім қуанбады, ешкім қуантпады оны. Көңіл күйім, өзім сезіп те тұрған жоқпын бүгін мен туған күнім деген сияқты. Ондай жүрегімде не жоқ. 41-ге келдім деп айтамаймын да. Бірақ 41-ге келдім мен. Жанында жақының, туысың, балаларың болмаса, не емес екен. Перзенттеріне деген ыстық сағыныш ананы жаңа өмір бастауға жетеледі. Несі бар? Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Енді үміт Бесатаның басына барып, жолымды ашып, ақ жол тілесе орнатып маған сол жерде 3 баламды 3 жағыма құшақтап, сол үмітім сол ғана, солардың бастарына барып, менің жолымды ашып берсе деген үміттемін. Мұндай адамда зират басына барғаннан көрі психолог мамандар қазір көп қой, білікті психологтарға барса өзінің өміріне үлкен көмек тиетін еді. Туған күн тойланбады бүгін. Есесіне ол бақытты өмірді бүгіннен бастамақшы. Өзінен емес, өлілер мекенінен. Әрі қарай көретіндеріңіз, Бесата деген кімдер? Зират басын аралап әруақтарға тәуету қанша тұрады? Айтылмаған ақиқаттан алыстамаңыз. Шығармашылық ұжым әруақтардан қолдау күткен Сәуленің арманын орындауды жөн көріп, Алматы облысы Жамбыл ауданына жол тартты. Бағытымыз Бесата. Қолда бар деректерге сүйенсек, апта сайын зират басына мыңдаған адам келіп кететін көрінеді. Мола аралау кәсіп пе, әлде атадан қалған нәсіп пе? Айтылмаған ақиқат алда. Бесата, Алматы облысы Жамбыл ауданында жерленген белгілі тұлғалардың зираты. Қазіргі таңда құлшылық орталығына айналған. Күре жолдың бойындағы ығы-жығы халыққа жергілікті тұрғындардың көзі үйренген. Бұл жерден кісі қарасы үзілген емес. Өзіміз тұрмақ, алыс жақын шетелден арнайы ат басын бұратындар жетерлік. Бұл Сарбай бидің мазары. Сарбай Айдосұлы Бесатаның бірі, батыр әрі би, 1821-1890 жылдары өмір сүрген. 19 ғасырда қара қылды қақ жарған әділдігімен танылған би әрі батырдың сүйегі 2 ғасырдан бері жалғызсыраған емес. Әдеттегі қаумалаған қауым, түрлі тілекпен, қилы ниетпен, тас мүсіннен жәрдем тілеп әлек. Сенім мен үмітті жүрегіне ұялатқан жандардың айтар сөзі де бөлек. Елге жұртқа амандық тілеп отырмыз. Ата тек аруаққа келіп. Сарбай би ата әрбір тылсым дүние, әрбір рухымен біздерді қолдайды, демейді, желеп, жебейді. Бәріміз Алланың пендесі болғаннан кейін рухани тазалығымыз керек. Тілеу тілеп, қолдау тілеп, ол жақтан келеміз. Адам сол қаралықтан неден тазартады, ағартады.
жолын ашады. Ал мына ақшалар қайдан жүр? Қабілет қаржыға тірелген мына заманда өлілер де ақсыз қызмет етпейді деген ой туады. Бес атаны түгел аралап шығу үшін кем дегенде 5000 теңге жұмсалатын көрінеді. Бұған әруақтарға жайылған дастарханды қосыңыз. Иә, тірілерге қарағанда өлілердің жағдайы әлде қайда жақсы ма дерсіз? Реттеп қызмет тегінде, содан соң сенің де санаң тереңдеп тегінде, имандыққа бетіңді бұрып өзіңде талай-талай жасқа жетесің деп саған да ескертумен ақпата шашып кеттім тегінде. Сонымен кейіпкеріміз Сәуле қалың нөпірдің қатарын толықтырып, зират басына қадам басты. Неліктен екені белгісіз, Сәуле сөзден жаңылды. Қазір тұра тұрыңыз кішкене. Тұра тұрыңыз. Қазір тұра тұрыңыз. Бұрын соңында бойыңызда болмаған сезім ғой? Мен бір жағынан естігенім бар, бірақ енді осы жерге келем деп ойламай едім. Сарбай ата бейітінің шырақшысы бізді қарсы алды. Шырақшы әулелердің мазарын күзетіп, зиярат етушілерге қызмет көрсетуші адам. Боранбай қария 6 жылдан бері осы жерде шырақшы қызметін атқарады. Бисмилlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. O Құдай осы Құранда Алла Тағаланың өзіңнің разыңды алу үшін бағыштап отырмыз. Аллаху акбар, la ilaha illallah. Содан соң арғы бергі тарихты қозғап, 18 мың ғалам жайында сыр шертті. Келсек, араласақ, зираттасақ, наркоманның, пияншіктің ұрының басына келіп атқамыз жоқпыз. Елім, жерім деп кеткен үлкен атабаларымыздың басында отырмыз. Шырақшы енді сөзден іске көшті. Мола басын араламас бұрын шырақшы алдымен Сәулені қамшының астына алды. Қабылым деп сөйлер. Сөйлер қабылым деп. Бар жаманшы тастадым да. Бұл да емнің бір түрі. Адам бойындағы жамандықты қамшы қайтаратынға ұқсайды. Ерекше ем мұнымен тоқтаған жоқ. Ясин сүресі мұнда жазылған. Мәнде жаңа шып-шын тазаланып, өзіңді өзің ұстасаң, бәрі әйбет болады. Сенім болсын. Сендің бе бәріне? Сендім. Қабыл болсын. Шырақшының айтуынша, рухты тазарту алдымен осы жерден басталатын көрінеді. Әруаққа сыйынудың өзіндік шарты да бар. Әр келуші адам өзімен бірге ақ мата алып келуі тиіс. Тілекті іштей тілеп, мәрмәр тасқа қолды тигізу шарт. Бұл жазылмаған заң. Әрі қарай көретіндеріңіз, не себепті Ақмата зират басына қалдырылады? Сергелденге түскен Сәуле, арнамыздан алыстамаңыздар. Зиярат етушілер 5 атаны түгел араламайынша өмірі жақсармайдымыз. Сарбай әуле зиратындағы құлшылық аяқталса да, қалған 4 атаның рухына тағзым етуісі енді басталды. Келесі кезекте Түктібай ата кесенесі. Түктібай бақса 18 ғасырда өмір сүрген. Баба бейіті Жамбыл ауылы мен Қызыләскер ауылының ортасында орын тепкен. Түктібай ата Әлжанов Нұрланның арғы бабасы. Ол әке жолын жалғап, 1 жылдан бері шырақшылық қызметте. Шырақшы көп күттірмей қызметіне кірісті. Келіп отырған жамиғаттардың ниеттерінен болған соғыпты. Бір өзің ризашылығың үшін пайғамбарлар әулеттеріне, олардың сахабаларына бағыштадым. Зират басынан өзге ұлт өкілдерінде көзіміз шалды. Бізде қарап қалмай әңгімеге тарттық.
ездим по нашим любимым бесаташкам. И вот Тахтыбай, например, это удивительный очень такой святой, который исцеляет людей, помогает людям. Мы сделали вот небольшой хадж сегодня специально для того, чтобы чувствовать, что каждый человек способен быть добрым, потому что это такова его природа. Вот это место мне очень нравится. Байқаймыз, бейт басы ақ матаға оранған. Себебін сұрастырдық. Бізде мына ақтықтарды осы аталардың басына жағылып, келген кісілер осы әруақтың жатқан жері ақ болып, жолымыз ағарсын деген ниетпенен келіп, осы ақ матаны іліп жатады. Біз шариғатымызда дүниеден өткен марқұмдарға зиярат етіп барамыз. Тек қана оларға дұға етіп, оларға күнәларын кешіруін дұға бағыштап барамыз. Басқа ешқандай бір мақсатпен бара алмаймыз ол жаққа. Өйткені олар біздерге еш нәрсе бере алмайды. Бұл жерде Түктібай бақсының қобызы сақталған. Өзге жерден артықшылығы да осында. Тәуетіп келген халық 300 жылдық тарихы бар өріктің ағашынан жасалған қобызды көруге асық. Себебі киелі қобыз көп дертке шипа көрінеді. Боранбай қария бізді Жамбылдың басына бастап барды. 100 жасаған жыр алыбының сүйегі осы жерде. Жамбыл Жабаев 1846-1945 жылдары өмір сүрген. Ақынның бейіті Жамбыл ауылында. Бүгінде бұл мекен зиярат етушілердің орталығына айналған. Алыстан күмбезі күнге шағылысқан кесене көз тартады. Бұл айтыстың ақтаңгері Сүйінбай Аронұлының мазары. Кезек реті бойынша 4-ші ата бұл. Сүйінбай Аронұлы 1815-1898 жылдары өмір сүрген. Айтыскер ақын, Жамбыл ауданының Қарақыстақ ауылында жерленген. Шырақшының айтуынша Сүйінбайдың батасын алмай, іс оңалмайды. Қызыл кірпіштен құйылған ақынның мәңгілік мекені бүгінде тірілердің тірегіне айналған. Топырақ баспа, андай қабыл болсын тілек. Жақсын бесін. Сүйінбата қойдым де, бәрін жаманшылықтарын қойдым. Алла Тағала Құранда деді, егер діндарлықты ұстанатын болсаң, Алла сенің жолыңды ашады, ойламаған жерден рызыққа кенелтеді дейді. Яғни біздің жолымыз ашатын, біздің тура жол беретін, бізге рыздық беретін, біздің жолымыз ашатын, біздің қажетімізді өтетін тек қана бір Алла Тағала. Алладан басқа бір қабірдегілерден еш нәрсе сұрай алмаймыз біздер. Ғажайып күшке ие заттардың дені адам қолымен жасалған. Мәрмәрден жасалған құлпытастан бөлек, мазар қабырғасындағы қара тас та құдіретке ие. Келген адам қолын төсіне қойып, сәлем беруі парыз. Әйтпесе, әруақты ата тілекті қабылдамай қоюы мүмкін. Жазылмаған заңдардың реті осындай. Ата бір нәрсе сұрайыншы? Мына кішкене, төрт бұрышты қара нені білдіреді? Бұл Құдайға сыйынатын жер, Құдайдан тілейді, мына кісілер қолдау береді. Кер қызыма ерге жаңағы Құдайдан тілек ниетіңмен, шын ықыласыңмен Құлаға қарап, жаңа қолыңды бұлай ұстайсыңдағы, тілек тілейсің, Құдайдан, атадан қолдау сұрайсың, Құдайдан тілек тілейсің. Қабылын сұрап, Алла Тағалам жаңағы ниетіңмен десең, Алла Тағалам берері көп, қабылы шырағыма айнып кетейін бе. Бұл жердегі рәсім аяқталды. Енді Боранбай шырақшымен біз соңғы аялдама Қайназар атаның зиратына бет алдық. Қайназар Шөкейұлы өз заманының батыры әрі биі. 1850-1913 жылдары өмір сүрген. Сарбай бидің көмекшісі болған.
Тас жолдың жиегіндегі ақтастан тұрғызылған молада тұтас қауым мәңгілік қоныс тепкен. Құлпытасқа қарап, 10 адамның сүйегі жатқанын аңғару қиын емес. Тіршілігінің тынысы тарылған кей жандар осы жерге түнейді екен. Әрі қарай көретіндеріңіз, зиратта өткен түн. Молада түнеген сәуле нені сезді? Арнамыздан алыстамаңыздар. Күн ұзаққа жалғасқан діни рәсім үзілген жоқ. Соңғы ата, соңғы үміт, соңғы тілек. Басы ағарып тұрсын, жолым ағарсын деп, бұл қазақтың әулиелерге қойылатын ақмата қабыл olsun. Әмин, 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 қабыл olsun. Сәуле үшін сәтсіздікке толы күндердің соңы іспетті. Алда сәулелі сәттер жалғасатындай, солай ойлайды, соған сенет. Аруақтардың басынан келіп, көңілім жақсы болып, жүрегімді тартып тұр. Енді айтым екен, сөзбен айтып жүрегім енді өзіме қалып тұр. Семьяларыма, өзіме үйге деген, анама деген, үш балама деген жүрегім тартып үйге қарай. Аптап ыстық, жолдың қашықтығы сәулені әбден шаршатқаны рас. Десе де бақыт жолын осы жерден іздеген қайсар әйел бейімдеу орталығына қайтуға асығар емес. Себебі ол таңды осы зиратта қарсы алмақшы. Бүгінгі аралаған сәуленің ниетін Алла там қабыл алама деген үміттеміз. Аталар қолдап, жағы өздері шешіп жатар. Ал енді басына түнсе, Алла тағала аян беріп, тағы келешегінен жағы көрсетір деген әңгімеміз жағы болады деп мен сезінемін. Зират басынан қону деген енді қорқынышты енді. Бірақ енді өзімнің балаларым үшін бәріне де бара аламын. Дайынсыз ғой бәріне? Иә, дайынмын. Әрі қарай көретіндеріңіз әруақпен бетпе-бет. Моладағы мазасыз түн. Арнамыздан алыстамаңыздар. Айналаны қою қараңғылық жапқан. Тек желдің сыбдыры мен шегірткенің үні ғана меңіреу тыныштықты бұзғандай. Шыдайым деген өзіме сөз берген сөзім. Балалар үшін, үш балам. Түн ортасы. Жақсылыққа үміттенген жалғыз жүрек. Тіршілігі әлде қашан тоқтаған қабірдегі 10 тағдыр. Кім кімге зәру, қайсы көмекке шын мұқтаж. Салқын сана сараптай алмай әлек, қорқыныш пен үрей, сенім мен күдік. Мазасыз ойлар сәулеге тыным берер емес. Қорқып отырмын өзімде. Енді ата бабаларымыз енді өзім күшімен, өзім сеніммен, жүрегімде тарсылдап тұр енді. Үйге қайтуға әлі ертерек. Қайсар әйел қанша қорқса да таңды көзімен атыруға тырысты. Зираттағы орындыққа сүйеніп, аз-мұз көз шырымын алды. Алайда үйдегідей тәтті ұйқы қайдан болсын? Арада 4 сағат өтті. Таң атуға таяу. Аздан соң қарбалас тіршілік басталады. Өмір үшін күрес жалғаса бермек. Сәуле үшін туған күннің тойланбауы маңызды емес. Ең бастысы жаңа күн, жаңа өмір сыйласа, бәрінен сол қымбат. Тілегі де, тілері де сол. Өркениетке қол созған кемел қоғамның кейбір кемшілігі бұл. Соқыр сеніммен өтіп жатқан қайран уақыт. Өнегелі өмір өлілерден емес, адамның өзінен басталады. Шындығы сол, ақиқат айтылмай қалмайды.